Аялары мен әңгіменің көрігін қыздырған. Әр бүркіттің түлкі ала бермейді, ендісінде жақсы болады ғой. Жігіттің бәрі болу, аттың бәрі жүйрік болмайды. Оның бір ерекше қыраны болады, мынада дөңгелек болады қабырға жүні. Сонда енді сол дардай қыран болады. Содан кейін мына тас деген болады, мынандай міне. Мынау біреу, екеу, үшеу гәне мынау, төртеу гәне болады. Мынау 5 тасты болса, тіпті жерге түспейді. Мына 5 тасты болады, 5 тас деп айтамыз, міне бір жапырақтарды міне. Мынау 4-еу гәне ғой міне. Мынау 5-еу болуға тиіс. 5-еу болса онды мыңда дүзден шықпаған енді. Құмарқан ақсақал бұл өлкеде қаншалаған саятшылармен жолдас болды. Қаншалаған саятшыларды баулып, қансонардың қызығын бірге көрді десеңші. Дегенмен дәл бүгін бүркіт көтерген өз тұстастары қатарында жоқ. Қарттың көңілін көптен құлазытқан бір жай міне осы. Бұған дауа қансонар. Бұл жағы қарттың көкейінде сайрап. Алтай таңсық қылады екен. Сонда бір жер таңсық болып сап жатырмыз ғой. Біз енді бертіне тегер орнық балғалы Алтайдан құсалып сала алғанбыз жоқ қой. Өзіміздің қобдамыздың бетіні кігені салып тұрмыз ғой. Енді жаңадан араласып болдық, жалғастырып Алтайдан бір салуға ойым бар. Жасым 80-нің үстіне келді, енді оны Құдай білсін. Жалғастырып, сендермен жалғастырып алуға болады ғой баладар, Мынау тойға қатысқан бүркіттің ішінде бәрлі жарым ұядан алған қол бала болмаса, дені түз қыраны. Түз қыранының бағы күшті, қайыруы қиын болғандықтан, бірден қолға көндігіп есіне ере жөнелмейді. Ебі келсе, есін аспанға қаратып кеткеннен ерінбейді. Қыранды қияғынан, тұлпарды тұяғынан танитын атамыз қазақтың соңғылалығы шаруашылық дағдысынан жалғасқаны мәлім. Әрине, бүркіт атаулының бәрі қыран, құс көтергеннің бәрі қанжығалы қайдан болсын. Құранына қыраны ерегізген саятшылар саят төбеден сұрқырап, бірінен соң бірі өнер көрсетті. Тойға қатысқан 50 құс, шырға тарту, қолға шақыру 2 түр бойынша 100 рет өнер көрсетті. Антан ақсақалдың кезегі көп кешікпей жеткен. Себебі өнер көрсеткен бүркіт біткеннің бәрі салған жерден алған жоқ. Бұл қырау қыспай, қытығы келмейтін қыранның зәр күйіне жете бермегендігінен болар. Антан ақсақалды көптен толғандырған бір жайда міне осы. Нағыз қобда қарагерінің көздегені шырғы емес, қырдың қызы ба. Дәл қансонар болып, қыранның томағасын шын тартса, бір ғаламат болмас бен. Баян өлгей сақарасы, сақара мәдениетін қаз қалпында ұрпақтан ұрпаққа аманат қалдырған. Байырғы сақара иісі аңқыған сол мәдениетті дүние халықтарына әйгілеу үшін жергілікті үкімет саяхат кәсібін жандандыруды дағдығай. Соның айқын дәлел іспетті бүгінгі бүркіт мерекесінде Жапония, Америка, Германия, Ресей қатарлы елдерден келген саяхатшылар мен ірі кино серіктіктері мерекенің мерейінен мейлінше ләззат алды. Бүгін Сақсай даласындағы бүркіт біткен тойға жиылды. Ауыл-ауыл бойынша қырандарын бір сынамақ болған саятшылар бәйге төбенің басынан шырғаға қырандарды кезекпен даярлаған. Жалтылдаған жанары томағасын тартқан жерден 9 шақырымға түсетін мынау қызылгөз қырандардың қымсын қаны, тұғырдан тұяға ашпай тояттап отырып алғаны да бір қызық. Ал мынаған қараңыз, томаға салдырғысы келмейді. Бәлкім көппен бірге тойлағысы келетін шығар. Мынау өзінің атында өтіп жатқан тойда томағасыз жүрсе, бәлкім артық та болмас. Енді мынау шүйілген қыран өлген тірілгеніне қарар емес. Тау басынан тастай домалаған тас түйін қырандардың шабыты бір бөлек.
Сақсайым, салқын самалым деп ән салдырған Сақсайдың салқын самалы, ақбас таулардан аңқылдаған желемікпен желпініп, желдірте түскен. Дәл осы бір шақ, Антан Ақсақалдың ат үстінде көп жүретін мезгілі. Сақара салтанатының апсабы басылып, күнделік күйбіңіне көшкен Антан Ақсақал, ауылына түскен саятшыларды аттандырып салғаннан кейін, мал көздеп қой шетіне шыққан. Иә, ол мынау кең даланың төсіне сияр емес. Көкірегінен көтерілген осы сарынның жетегімен ауылдан алыстай түскен. Қаншалаған ғасыр талғарынан талмай асып, халық қазынасының қаймағын қалқытпай, ұрпағына ұсынған өлгейліктер, осынау Сақарада салтанаттың сарығымызын қанша сапырғаны беймәлім. Десе де, шу дегені сүйіншіден басталатын қазақтығымыздан ақ, жылын ай қазақ ауылдарынан сән салтанат үзілмейді десек, ешқашан артық айтпаған болармыз. Мынау бүгін өткен өлгей сақрасындағы салтанат, жай ғана ауыл арасындағы салтанат емес. Қазақ сақарасының салт дәстүрін ауыл аймаққа, арысы көк шарға таныстырған салтанат болды. Ол бір күндік салтанат емес, мәңгілік салтанат. Ол өркендемесе өшпейді. Өшпейді де қырандай қанатын кең жайып қалықтай береді. Себебі, осы өлкеде ата мұрасын қастерлемейтін жан жоқ. Сақсайдың сары жазығындағы ауылдар қоңыр күздің қоңырқай қойнауына сүңгіп, қыстауларына беттеген. Антан ауылы қыстаудың үстіне қонса да, қыстауына әлі кіре қойған жоқ. Қарасу қыспай, бұл өңірдегі малшылар киіз үйін жықпайды. Сақсайым қасиетін қайдан ұмытам, шаршап кеп шөлдегенде суың жұтам. Алтайым жерім мекенім, туған жер алтын бесік демеп беді. Өлгенше қасиетін қайдан ұмытам, Алтайым жерім мекенім. Содан бүйтіп тауып алады. Шығарымыз бір күттің күйе келген келмеген түлкі көріп бірақ. Қарагүздің соңын ала саятшылардың аңға шығуы жиілей түскен. Атан өлсе сойлар, атаң өлсе қойлар, қансонар қайдан табылар дейтін қансонар әлі түспесе де, Қаратауға тартып кеткен құмарқан Ақсақал межелі жерге жеткенше ат айылын босатар емес. Бәріміз жабылтып жүргізгенмен бәріне бір түлкі қаптайды ғой. Екі бөлім жүреміз тегінде. Қаттыңдар ма? Ат тізгінін сәліркіп, аз аялдаған Ақсақал, айдында жүзген аққудай, саятшыларын бастап, Сақараны әнге бөліп, сәнге бөліп кете барған. Қарты бар ауылдың салты бар деген емес пе?
Атадан балаға жалғасқан саят салтын салқындатпаған ынтан ақсақал, қансонарға қарап жатқысы келмей, түлкілі төскейдің төсін дүрсілдетіп саят құрған. Иә, мынау құсбегілер ата бабаларымыздан жалғасқан саят салтымызды қыранымен жалғап етті. Томағадан тұғырға дейін олардың жүрегінде терең сүйіспеншілік бар. Қыран құс, жүйрік аттың, қазақтың қос қанаты деп айтылуы да әне содан болар. Әрине, қыран құс, жүйрік ат, қазақтың қос қанаты. Атсыз, қырансыз бір қазақ жоқ бұл өлкеде. Бүркіт ошадау, қырайланып қайта жарға, қомбайна шырайланып.